Апай Құнанбайұлы жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ержеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кестермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, жиналсын деп бермедім. Өзімге басқаша ұлт төскерледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Қартайдық, қайрат қайтты ұлғайдарман. Қартайдық, қайрат қайтты ұлғайдарман. Шошимын кейінгі жас балалардан. Терін сатпай, телміріп көзін сат, тектегі сүттің бәрі болдыларына. Баялап, кезінде көп берем деп, жетпей тұрған жерінде тек берем деп, бимен болс алады күшін сат, мен қазақтан кейінгі әперем деп. Жарлалады, қызметпен өткерем деп, елу басы шар салып леп берем деп, жалаңқая жат мінез жауалады, бермей жүрсең, мен сені жек көрем деп. Интернетта оқып жүр талай қазақ баласы, жаңа спұрын көгерін бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы. Орыс тілі жазуы білсем деген таласы, прошение жазуға тырысар келсе шамасы. Ынсапсызға не керек, істің ақ пен қарасы, нән таппаймыз демейді үлтейілдің қарасы. Иждихатсыз, мехнатсыз табылмас ғылым сарасы. Аз білгенің көпсінсе, көп қазаққа кепсінсе, кімге дер панасы. Шәкәрім Құдайбердіұлы, адам немене? Білімділер сөз жазып зарлағанда, ой кезіп жердің жүзін сарлағандан. Алдаусыз адам өмірін түзетерлік, әділет ынсап мейірім бар адамда. Алдаусыз адам әйтпесе мәз болып жүреме қиянатқа, зорлықпен бірін-бірі жалмағанда. Мен адамнан таза қыл таба алмадым, ойланып, өзеленіп қармағанда. Көрсе қыздар жалмауыз бар алдағыш, көп адамның қылығын барлағанда. Өнерпаз білімділдің мінезі осы, аяу жерде махаббат қалмаған ба? Немесе бұлар бұрын жоқ болса да, әншейін бар деп біз алдаған ба? Көрінер ғылымділдің сырты таза, тексеріп терең ойға салмағанда. Ақымақ пен айуанның исан қиды, істерін әбден сынап талдағанда. Кейде тилей келдесе де, кешікпей соғыс ашып белдесе де. Айласы артық қарусай жеңіп, мақтанып барма бізде ел деседі. Тамам жан өзің мен деседі, өзгелерді жатырқап сен деседі. Біз дейтұғын бір елді таба алмайсың, бұл қайтып әділетпен тең деседі. Ойласаң баш адамзат туған бауыр, бірін-бірі шұқылап қылды жауыр. Талай жан балалық айуандықтан шыққан ел жоқ, бұл сөздің талай жанға тисе де ауыр. Европа білімді жұрт осы күнде шыққан жоқ айуандықтан одан мүлде. Апай Құнанбайұлының 20 қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгертілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Егер адам оған бір іліксе, одан адам баласының құтылмағы қиын. Оны қайраттанып сілкіп тастап кетсең де, сенің алдынан кері айналып келеді. Адам баласының ойы түзеу адам баласы байқаса, осы адам баласының жалыға тұғын ісі бар мекен. Тамақтан да, тойдан да, кербездіктен де, топтан да көңілі аз ба кешпе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көрген баянсызы біледі, көңілі бір қалыпты бұрынғыдай
бұрынғыдай да суый бастайды. Әрбір адам баласының қуаты және де ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Адам баласына Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді қалай көңіл бір қалыпта тұрсын. Бірақ осы жалығу деген әрнені көрем деген көп көрген дәмін бағасын бәрінің де баянсыз біліп жеткен адам ойлы адам шығады. Соншалық ғұмырының баянсыз дүниенің әрбір қызығын көрген адамның көрген білгендерін тіршілікте де жалғаса болады. Бұлай болғанның ақымақтық қайғысыздық екен деп ойлаймын.